Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Тарас FIFA. Бүгін бізде пак ашу достар. TOTUS пак ашатын боламыз. Міне, көз алдарыңызда TOTUS пак тұр. Бұл жерде мынандай ойыншылар шығып қалуы мүмкін. Қазір экранда көресіздер. Бұл жерде мықты ойыншылар шығып қалуы мүмкін. Бұл пактан қандай ойыншылар шығып қалуы мүмкін екен экранда көріп тұрсыздар. Бұл жерде маған Тибо Куртуа немесе Джейми Варди шықса өте тамаша болатын еді. Себебі сол екі ойыншы бұл пакта шықпаса, міндетті түрде менің негізгі құрамымда өз орындарын табады. Бұл жердегі басқа ойыншыларда жаман емес ойыншылар көп, бірақ сол жаңағы APL-дың бір ойыншысын күтеміз бұл жерден. Одан басқа достар, бізде басқа бөлек пактар дайындап қойдым. Бұл жерде 45 мың монетаның пагы, содан соң мынау 25 мың монетаның пагы, ал мынау екеуі 15 мың монетаның пагы. Осылардан да бізде бір мықты бір ойыншы шығып қалуы мүмкін. Көрейік ал достар. Бұл жерде бірінші біз 15 мың монета пагынан бастаймыз. Кеттік ал көрейік бірінші пак. Өткен соңғы пак опенингта біз 60 пак жинап ештеңе шықпап еді. Енді соның компенсациясы енді не болады екен көрейік. Бұл жерде бірінші пак Аргентина Цапландини. Келесі біздің 15 мың монетаның пагы. Бұл жерде көрейік ал. Экран бола ма? Экран. Немесе билборд қалай атасақ та бәрібір. Бұл жерде бірақ сирек кездесетін ойыншы Галатасарай Фигули дейді. Фигули шықты бізге. Айта кетейін, қызықтың бәрі әлі соңында. Сол себепті видеоны соңына дейін көріңіздер достар. Соңында біз TOTUS пакты ашатын боламыз. Мыналардың бәрін Quicksell және де қалған бәрін өзіміздің құрамымызда сақтаймыз. Келесі біздің 25 мың монетаның пагын ашайық достар. Кетті ал. Бұл жерде бізде кім шығады? Давайте. Экраны, билборд. Тағы да жоқ. 25 мың монетада да жоқ тағы. Экран. Бұл жерде қақпашы Майнц Адлер деген 79-ақ рейтингілі ойыншы шықты бұл жерде. Не деген сұмдық мынау? Бұл жерде басқа да ойыншылардың барлығын құрамымызға сақтаймыз да келесі бір 45 мың монетаның пагын ашамыз достар. Бұл жерде енді билборд болмаса, немесе экран болмаса енді білмеймін енді. Көрейік. Давайте бір экраны. Тағы да жоқ. Не мынау бақыл. Негізі менің ойымша бұлай EA Sports біздің бір жақсы ойыншыларымызды TOTUS пакта сақтап қойған секілді. Мынау енді ең соңғы пакта енді мықты ойыншылар шығады деген үміттеміз достар. Енді предпоследний пак. Бұл жерде тағы да 45 мың монетаның пагы. Енді бұл жерде билборд бар. Давайте. Кім? Сол бойынша өтіш. Франция. Цоп. Канте. Шнейдерлин. Базар жоқ. Француз. Цоп. APL. Бірақ. Кім? Шнейдерлин. Канте емес бұл жерде. Бәрін ұмытайық. Команда сезона дейді. Игрок команды сезоны достар. Бұл жерде кім шығады екен көрейік. Бұл пакты жинауға мен өзімнің біраз уақытымды құрттым енді. Көрейік ал достар. Бұл жерде давайте Джейми Варди немесе де Тибо Куртуа. Басқа да бір жақсы бір 94 мысалы Керини деген сияқты ойыншыларға да енді жақсы қараймын, бірақ жаңағы екеуін басақ жақсы болады. Маған 87 рейтингілі ойыншылар мүлдем керек жоқ. 87-88 керек жоқ. Давайте 89 рейтингтен жоғары ойыншы ма? Жарайды. Кетті ал. Пак ашылды. Бұл жерде кім? Англия. Словакия. Гамшик достар. 93 рейтингілі ойыншы достар. 93. Бұл енді өте тамаша. Бұл жерде Хамсик немесе статистикасын көрейікші. Бұл баланың қазір қараңыздар 93 рейтингілі. Слабая нога 5 жұлдыз. Екі аяқпен де тебеді. Соққысы сол аяқпен де оң аяқпен де өте мықты тебетін ойыншы қараңыздар. 183 бойы 87 жылы туылған. Бұл бала енді менің құрамамда енді біз бір орын тауып беруге тырысам. Бұл жерде иконалардың қасына қойып. Ал қалған статистикасына келетін болсақ, бұл жерде қараңыздар. Жылдамдығы орталық жартылай қорғаушыға өте мықты. 80 реген ол мықты.
соққысы 89, өте тамаша. 93 передача, яғни пас беру 93, енді көзін жұмып тұрып пас бере береді бұл Гамшик. Және де дриблинг енді түсінікті, міндетті түрде болу керек. Кейін 78 защита, яғни бұл қорғаныста да өте мықты ойнайды. Және де выносливость қараңыздаршы, стаминасына қараңыздар. 95 рейтинг выносливость, яғни бүкіл 90 минутта ойнап шығады достар. 95 рейтинг стамина. Мен бұндай рейтингті енді Канте, Манте дегеннен басқа ойыншылардан көрген жоқпын, бірақ өте тамаша. Бұл жерде енді менің құрамамнан бір орын берейік бұл жерге. Бұл жігітке енді Гамшикті өзімнің құрамамызға қойайық. Сонымен достар, біз өзіміздің пагашуымызды аяқтаймыз. Бұл жерде егер видео ұнаса лайк басыңыздар, және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Сіздермен бірге болған Тарас FIFA. Сау болыңыздар.